Мен психологпен жасап бастағалы найымнан кеттім. Қорқып жүретінмін, осы айлықтан кетсем бір аш қалатын сияқты болып. Жаңа жұмыс бастап, жеке кәсіпкер болып, қазір табысым 4-5 есеге өсіп, бұрынғыдай таңнан кешке дейін жұмыс жасамай, одан 4-5 есе көп табысқа шықтым. Айлығым 500 мыңға дейін еді ғой. 500 мыңға дейін жақсы жұмыс жасасам, қазір 2 миллион, 2,5, кейде жазда 3 миллионға дейін жетеді. Стабильно 1,5-2 миллион ғой. Сол табысқа шығып, команда құрып, маған нақты инструменттер беріп, задачалар беріп отырды. Осы айда мынаны істейсің, келесі айда мынаны істейсің деп. Коучинг маған көбірек көмектескен сияқты. Созып жүрген нәрсені прям срок қойып, сол срогында өзім 2 ай, 3 ай деп жазсам, оған дейін орындалып кетті ғой. Сол маған психологиядан қарағанда көбінесе коучинг көп әсер етті. Бұрынғы жаққа қарамай, ол жерде сразу алға қарай жоспар құрып береді, нақты. Не істерін білмей, ми ашып жүрген адамдарға сол жақсы көмектеседі деп ойлаймын.